меніңше мына модерн қоғам дейміз, ол қазіргі модерн қоғам келген кезде діндарлық деңгейі көтеріліп кетеді әлем бойынша. Бүкілі таңғалады. Себебі мынау модерн қоғам жаһандану келген сайын жұмыс өте көбейеді. Адамдарда қарым-қатынас проблемалар, мәселелер туындайды. Мен өзім психология сабақтарынан берген кезде де адам робот емес, адам сезімтал, адам шаршайды, эмоция бар, олардың бәрін шығару керек. Адам қиналған кезде оны сезінеді. Адам қоғамда өмір сүргеннен кейін қайғы бар, қасірет бар, қаншама қиындықтар бар. Осы кезде бәрібір белгілі бір күшті іздей бастайды. И қоғамда қазіргі таңда әсіресе екінші дүниежүзілік соғыстан кейін өте үлкен стресс алады әлемнің адамдары. Өте сол жаңа діни ағымдардың қазір шығу уақытын қарасаңыз, екінші дүниежүзілік соғыстан кейін шыққан, Америкадан шыққан, бүкіл әлемде бір тіпті кеңес үкіметін қарасақ та, дінге тыйым салынған кеңес үкіметі соғыс кезінде исламға рұқсат берген ғой, мешіттерді қайттан ашқан. Адамдар соғысты көтере алмаған психологиялық тұрғыдан. Сол кезде әлемде бүкіл дінге бет бұру қайтадан бастау алады. Одан кейін қазіргі кезде жаһандану, әсіресе завод фабрикалар ашыла бастады ғой көптеген. Сол кезде адамдар жаңағы 8 сағат, 10 сағаттық жұмысқа шыдамаған біраз ең басында.